Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір хадж сүресінің қасиетін айтатын боламын. Хадж сүресі Құранда 22-ші сүре. Егерде кім хадж сүресін көбіне оқып жүрсе, белгілі мынандай оқы деген не жоқ, бірақ көбіне 2-3 күннен бір рет, 3-4 күннен бір рет оқып жүрсе, Алла тағала оны қиыншылықтардан құтқарып, және қорқыныш үрейден құтқарып, қандай да бір зат ішінде қорқыныш болса, сол қорқыныштан құтқарады, және адам қиналып, жан тапсырудан қорғайды. Алла тағала қиналып, жан тапсырмайды. Сондықтан бұл хадж сүресін 3-4 күнде бір рет оқып жүрсеңдер, сіздерге Алла тағаланың нұры жауып, осы қасиеттер, хадж сүресінің қасиеттері осындай нәрселерге әсер етеді. Достар, мені қолдап, лайк басып кетсеңіздер болады. Сәттілік, қаделеріңізге жараса.